Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы технологиялық тәсіл негізінде мектепті басқару. Дәрісіміздің негізгі жоспары мына сұрақтарды қарастырады. Яғни ол мектепішілік басқару жүйесі ұйымдық құрылым мен қызмет ретінде, басқару жүйесін дамыту мен әрекеттестіру шарты мен қағидалары, басқару жүйесінің мақсаты мен негізгі міндеттері, басқару жүйесінің құрылымы. Міне бүгінгі дәрісте осы сұрақтарды қарастыра отырып, сіздермен бірге талдайтын боламыз. Енді басқару бұл білім берудегі басқарудағы көшбасшылық арқылы ұжымда ортақ ұстаным мен құндылық, білім мен түсінік, кәсіби қарым-қатынастары қалыптастыру болып табылады. Ал оның негізгі міндеттеріне мына төмендегі міндеттер жатқызылады. Яғни білім беру жүйесін басқаруда заманауи басшының басқару дағдыларын жетілдіру үшін көшбасшылықпен бөлінген көшбасшылықты қолдану, мектепішілік менеджмент қағидаттары мен заңдылықтарына негіздеу, мектепішілік менеджментті енгізуде ғылыми теориялық тұжырымдамаға сілтеме жасау, ұжымда коллаборативті орта жасау арқылы педагогтардың өзгеріс үдерісіне қатысуына ықпал ету, оқыту мен оқу үдерісіне инновациялық, технология, ақпараттық, әлеуметтік жобаларды енгізу, табысты идеяларды іске асыруда халықаралық тәжірибелерге сілтеме жасау, білім басқарудағы көшбасшылықты серіктестік арқылы ынтымақтастық орта қалыптастыру, мұғалім жауапкершілігі мен жұмысының тиімділігін бақылау және эвалюациялау жатады. Бұл енді қарастырып отқан міндеттер. Ал енді бүгінгі күннің заманауи талабына сәйкес басқарудың инновациялық жүйелі моделін құрастыру және оны жүзеге асырудағы кедергілерді шешудің оңтайлы жолын көрсету. Яғни бүгінгі бізде дәрісте осы қандай кедергілер бар, соларды қарастырып өтеміз. Яғни біріншіден бұл білім берудегі басқару басты кедергілер қандай? Ол кедергілер мен мынандай екен. Сұрақтар, осы сұрақтарды қарастыратын болсақ, деректер сапасын бақылау, мектептің басымдықтарын анықтау, нақты мақсатты белгілеу, оқыту мен оқудағы проблемаларды шешудегі қажеттіліктер, сыни сараптамалық талдаулар әлсіз және стратегиялық жоспарлаудың әлсіз болуына байланысты. Ал енді осы білім беру жүйесін кедергілерді шешу үшін не қажет? Әрине, ол үшін тиімді қарым-қатынастарды жетілдіру керек, көре біле басшылығы, көшбасшылығы болу керек, қоғамдастықты үйренудегі басшылық қажет, педагогикалық көшбасшылықты қолдау және дамыту қажет, мектеп қызметтері мен ресурстарын басқару және сыртқы ортаны түсінумен ықпалдау қажет болады. Ал енді тиімді қарым-қатынасты жетілдіру ол ұжымның ішінде қажетті құндылықтар мен ұстаным негізінде жағымды жұмыс орнын қалыптастыру үшін қажет. Ал көру көшбасшылығы деп отырғанымыз ол мектеп қоғамдығын миссиясын, құндылығын, мақсатын көре алуға және қолдау көрсетуге қатыстырады. Ал қоғамдастықта үйренудегі басшылық ол мектеп басшысы оқуды қолдайды, бағалайды, мектеп мәдениетін дамытады және оны әрі қарай қолдап отырады. Педагогикалық көшбасшылық отырғанымыз бұл мектеп басшысы әрбір білім алушыларды сапалы білім алуға қолжетімділік жасау қажет. Көшбасшылықты қолдау мен дамыту бұл мектеп басшысы ұжым аясында көшбасшылықты дамытуды қамтамасыз етеді. Мектеп қызметтерінің жұмыстарын басқаруда ол мектеп басшысы қауіпсіз, қамқор және табысты оқу ортасы үшін қызметтер мен ресурстарды басқарады. Сыртқы ортаны түсінумен және ықпалдау мектеп басшысының саяси, әлеуметтік, экономика және құқықтық мәдени ортаны түсініп және оны қатыстыруға ықпал етеді. Ал енді негізгі құндылықтар жүйесіне тоқталып өтетін болсақ, біріншіден, яғни біздер бұл үздіксіз даму, жауапкершілік, көшбасшылық, адамгершілік, жауапты белсенділік және қоғамға арналған серіктестік. Осы негізгі құндылықтар жүйесінде негізгі ала отырып, ұлағатты ұлы ғұламалардың сөздеріне назар аударайық. Яғни үздіксіз даму ол адам баласына не үшін қажет? Яғни онда Стив Джобс міне былай деп айтқан екен, жаңаша әрі басқаша ойлайды. Яғни әр адам үздіксіз даму үшін міндетті түрде ода жаңа идеялар туындап отыру керек. Ал жауапкершілік жөнінде Питер Друкер былай айтады, нәтижеге қол жеткізу үшін билікті адамгершілікпен алмастыру қажет. Яғни қандай басшы болсаң да адамгершіліктен асып түспеу керек. Яғни басшы өзіне деген жауапкершілікті сезіну керек. Үшінші, көшбасшылық. Бұда философия ғылымдарының негізін салушы, яғни Конфуций былай деп айтқан екен. Ескіге орала отырып, жаңаны тани білетін адам ғана жол бастай алады. Яғни бұнда көшбасшы ерекше бір дара өзінің бір идеясы және сол идеясына қарай, мақсатына қарай күш жұмсап, соған өзінің қол астындағыларды жұмылдырып, яғни оған бір қандай да бір жол бастама беру керек, мотивация беру керек.
Ал төртінші адамгершілік жөнінде Томас Джефферсон былай деп айтады екен: бүкіл басқару өнері адалдықтан тұрады. Жаңа біз айтып кеттік, әрбір бастаған ісің адал болу керек. Және соған сен өзің бағыт бағдар бере отыру керексің. Адалдықтан асып түспеу керек. Яғни адал болған жерде сенің ісің адал жүреді деген сөз. Енді келесі біздер жауапты белсенділік дейді. Бұда Стивен Кови былай деп айтады екен: мынандай бір ұлағатты сөз бар екен, назар аударайық. Біз өзімізді өзгерте отырып, бізден тыс нәрселерді позитивті өзгеріске ұшыратып, қазіргі болып жатқан нәрселерге бастама береміз дейді. Мен көрдіңіздер ме, қандай тамаша сөз. Яғни ең бірінші біреуді өзгерту үшін ол өзіңнен бастау керек. Яғни өзіңнен бастап өзің өзгерген жағдайда ғана барып, сенің артындағы ерген адамдар ғана, яғни өзгеріп, сол өзгеріске еніп, соны қолдап, ол сіздің артыңыздан ғана ере алады. Ал қоғамға арналған серіктестікте Абай Құнанбаевтың мына бір ұлағатты сөзі берілген. Міне қараңыздар, арлы адам адамзат үшін қызмет етеді дейді. Шынымен де солай. Арың таза болса, абыройың таза болса, онда сенің ұжымның алдындағы беделің да, абыройың да асқақ болады. Соны әрдайым есте ұстанып отыру керек. Әр адамзат өзінің бойындағы құндылықтар жүйесін, яғни негізге ала отырып, оны жаңа психологиялық бір жаңа қандай да бір кедергілерге жол бермеу керек. Яғни міндетті түрде басшы өзі үлгі бола білу керек ұжымға. Соны әрдайым есте сақтайық. Енді ұжымдағы мәдениеттілікті не қалыптастырады? Осыған тоқталып өтейік. Әрине бұл имидж, яғни имидж жатқанымыз кластан белгілі, команданың келбетін анықтау және қалыптастыру. Екінші мотивация. Мотивация деп жатқанымыз ол жаңағы ой түрткі, өздеріңіз жақсы білесіздер. Міндетті түрде мотивация беріп отыру керек ұжымға. Бұл мотивация беру, бұл стратегиялық мақсатқа, жетістікке ынталандыру болып табылады. Және команданың әр мүшесін бөліп жармай, бірлесе отырып, ауызбіршілікке шақыра отырып, әрбір іске жауапкершілікпен қатысуын қамтамасыз етіп отыру керекпіз. Қатыстыру керекпіз, қандай процесс болса да қатыстырып отыру қажет. Адаптация деп жатқанымыз мына жаңадан келген жас маман болса, солардың мына командаға аз уақыттың ішінде бейімделуі, команда және сол келген жас мамандардың қандай да бір өзгеріске тез бейімделіп, сонымен бірлесіп, яғни ұжыммен бірлесіп жұмыс жасауын қамтамасыз ету керекпіз. Ал идентификация бұл, мына әр мүшенің өзіндік құндылықтары негізінде командалық мақсатқа бағыттау. Яғни бойындағы құндылықтар жүйесін осы ұжымдағы болып жатқан процеске бағыттау керек. Маркетинг, яғни осындай міне ауызбіршілікпен, осындай ұйымшылдықпен, осындай жаңағы бір қандай да бір мотивациямен ұйымдастырылған жұмыстар әрине ол бәсекеге тұра алады. Миссиясы, яғни миссиясы мен құндылықтар жүйесінде стратегиялық қадамдар жасау арқылы бәсекелестікке, нарыққа жауап бере алады. Басқару басша бәрімізге түсінікті, яғни басқару нормаларын қалыптастыру қажет, ал жүйе деп жатқанымыз әрбір жұмыстың мақсатты, тиімді, жүйелі болуына назар аудару қажет. Басқаруға функционалдық көзқарас, яғни менеджмент қызметі бұл бірінші атап кететіндей әдетте де құзыреттілік, яғни ол өзгелерді басқару, өзін басқару, жоспарлау, ынталандыру, ұйымдастыру, бақылау процестері жатады. Ал ұйымдастыру үдерістеріне ата-ана, оқушы, қызметкерлері, кіші қызметкерлер, инновациялар, үдерістер, жобалар, қаржылық ресурстар жатады. Ал енді негізгі табысты мұғалім, табысты оқушы, табысты мектепке қол жеткізу үшін мына бір модельге, яғни назар аударайық. Ең бірінші негізгі құзыреттіліктерге сену керекпіз, яғни ол директордың дамуы. Яғни басшы, яғни стратегиялық жоспарлау, мектептің өзін бағалау, мектепті дамытудың жоспарлай алу қажет. Сонымен қатар мектептің дамуын үнемі қадағалап отыру. Ол үшін, яғни мектептің дамуы үшін істеу қажет. Ол үшін қызметкерлерді жағымды ортаға құру, кәсіби дамуға қолдау көрсету, бөлінген көшбасшылықты іске асыру, мектеп директорын жинау, қолдану, талдау жұмыстарымен, және осы мектептің даму жұмысына тек қана мұғалімдермен, сонымен қатар ата-аналармен қатыстыру керек. Яғни олар әлеуметтік және кәсіби серіктестік құра білу керек. Яғни ата-аналармен бірлескен жұмыс, білім алушылардың кәсіби қоғамдастығы, мектептер арасындағы қоғамдастық, жоспарлауға, мұғалім мен оқушы ата-ананы қалыптастыру,
халықаралық жобаларға қатысу, яғни бұл әлеуметтік және кәсіби серіктестік болып табылады. Міне осыған байланысты менеджер қызметі өзіне, яғни жоспарлау, ынталандыру, ұйымдастыру және бақылау принциптеріне сүйене отырып өзінің қызметін ұйымдастырады. Мысалы үшін жоспарлау кезеңінде ол деректер жинау, ақпарат талдау, басымдықты анықтау, мақсатты белгілеу, дамуды жоспарлау. Ол үшін яғни стратегиялық жоспарлар құрылады, 3 жыл 5 жылға арналған, және ол стратегиялық ішінде жылдық жоспарлар болады. Сол жылдың арасында қандай жұмыстар жұмсауға болады, мысалы үшін сол жұмыстар нәтижесі бойынша қандай талдау жұмыстарын жүргізеді, сол бойынша деректерді жинап, ақпараттарды талдап, және оған қосатын бір қандай да бір ұсыныстар болатын болса, соларды ұсынып, соны алдағы 3 жыл 5 жылдықта орындалатын стратегиялық жұмыстарды құрастыра білу керек. Және осы стратегиялық жұмыстарды осы жоспарлаған кезеңде міндетті түрде қоғамдастық жоспарда болу, яғни серіктес мектептердің жоспарлары және жетекші мектептердің жоспарларымен бірлесе отырып жұмыс жүргізу қажет. Ал ынталандыру мен ұйымдастыру жасауда бұл ынталандыру жатқанымыз адамға сенім мен құрмет көрсету, оқушыға тұлға ретінде көзқарас қалыптастыру керек, әріптестік қағидатын ұстану керек, әлеуметтік әділдік, бірлескен шешім қабылдай білу, басқаруды қалыптастыра алу керек, жаңару және даму отыру және үздіксіз білім алу керек болады. Ал ұйымдастыруда, яғни жасауда бұл жұмыс тәсілдерін өзгерту, іс-әрекеттегі зерттеу, сабақты зерттеу, коучингтер өткізу, тәлімгерлік, әлемдік білім берудегі инновациялық жобаларды мысалы үшін қатысты талдау керек, солардан үлгі алу керек, әлеуметтік жобаларға қатысу және семинар курстарға қатысу тұру керек, ұйымдастыру тұру керек өзінің мектебінде. Ал бақылау деп жатқанымыз ол сыныпты бақылау, сабақты бақылау, мысалы мониторинг жасау, деректер сапасын бақылау және оған бағалау керек, эвалюациялау керек. Яғни бұл негізінде аталып кеткен мәселелердің барлығы табысты мұғалім, табысты оқушы және табысты мектеп бойынша қарастырдық. Енді табысты мектеп қоғамдастығын қалай іске асыруға болады деген сұрақтарға қарасатын болсақ, әрине біз бірлескен командалық жұмыс арқылы ғана іске асыра аламыз. Яғни мақсат бізде сол болу керек. Және оған қатысады мектепішілік, әкімшілік команда. Ол командаға жататындар кімдер? Оған кәсіби серіктестіктер, яғни өзінің мұғалімдердің коучингтері, зерттеуші топтармен жұмыс, тәлімгерлер тобымен жұмыс, мектеп тренерлерімен жұмыс ұйымдастыра отыру керек. Және сонымен қатар ата-аналармен жұмыс жасау, яғни олар ата-аналармен серіктестік құра отырып, ата-аналармен жұмыс жасау, яғни қамқоршылық кеңес, ата-аналар комитеті, медиация орталығын ұйымдастыру. Сонымен қатар оқушылармен де серіктестік құру керек, яғни ол жас ұлан ұйымы, сынып көшбасшыларымен, топ басшыларымен, еріктілер тобымен бірлесе отырып жұмыс жасау керек. Және әлеуметтік серіктестік қамту жергілікті қауым, яғни серіктес мектептер, білім беруді жаңғырту, дарын орталық, жоғары оқу орындары, тіл орталықтар және тағы басқалар жатады. Енді бұл негізінде көшбасшылық жобасын іске асыру 2 кезеңнен тұрады. Яғни бірінші тиімді басқарудың модельдерін қарастыру, әлемдік тәжірибелер, табыс идеяларды оқу, талдау, инновациялық жобаларды әзірлеу. Екінші инновациялық және әлеуметтік жобаларды оқыту тәжірибесін енгізу, эксперименттік жұмыстар жүргізу, талдау және мониторинг бағалау жатады. Енді жоғарғы педагогикалық табысты идеяларға біздер қалай іске асырамыз? Ол әрине белгілі, біздер айтамыз, білім менен тәрбие егіз, екеуі бір-біріне байланысқан процесс, оны екеуін біз ажырата алмаймыз. Бұл жерде де мысалы үшін мен қарастырып отырмын, білім мен ғылым және тәрбие арқылы. Білім мен ғылым ұштастырып, мысалы үшін қандай жұмыстар жүргізуге болады? Мына жерде атап кеттім. Мысалы сабақты зерттеу әдісі, іс-әрекетті зерттеу, сыныпты бақылау тәжірибесі, еріктілер жобасы, 2 шет ел тілін енгізу, 3 тілдікті қолдау деген сияқты. Әртүрлі жас мамандармен ұйымдастырған платформалар, новель медиация, смартфонды оқыту, мысалы оқушылармен бірлескен жұмыс. Міне осылардың барлығы білім мен ғылым негізінде құрастырылған жұмыстар, сол жұмыстарды жүргізе отырып, яғни табысқа қол жеткізуге болады. Екінші біздер тағы тәрбие арқылы. Тәрбие, яғни ол кластан белгілі, біздер 3-тік бірлікті сақтау керекпіз. Ол бірлігіміз, яғни мектеп, яғни ата-ана және бала. Міндетті түрде тәрбие жұмыстарына ата-ананың жауапкершілігі болу керек. Ата-ана қатысу керек. Сол себепті ата-аналардың, яғни осындай ата-аналармен тығыз қарым-қатынаста болу үшін мынандай іс-шаралар жүргізіледі. Шеңбер деген ата-аналар жобасы, бақытты отбасы, досыңа кітап сыйла деген, мысалы үшін достық қарым-қатынасты қалыптастыру үшін тәрбиелік бағыты бар әрине. Оқырмандар клубы, мысалы үшін біздер қазір көбінесе әлеуметтік желіде отырмыз. Бізде рухани жағынан мысалы үшін баю деген өте аз.
біз рухани байлықты әрине кітаптан аламыз. Сондықтан да осындай кітапханалармен тығыз байланыс жасау керек. Бір отбасы, бір ағаш, аптаның 6 күні, мысалы оқушының аптаның 6 күні қалай іске асырып жатыр, ата-ана оған қалай қарап жатыр, оның режимі, тамақтану режимі, оның күн режимі сақталып жатыр ма, мен соны қадағалаушы аптаның 6 күні деген мысалы іс-шаралар. Және туған жерге деген сүйіспеншілікті арттыру үшін туған жерге тағзым деген сол тағы да сол сияқты басқа іс-шараларды ұйымдастыру қажет. Яғни міндетті түрде табысты мектепке жету үшін білім мен ғылымды және тәрбиені жетілдіру керек болып табылады. Одан кейін енді мектеп көшбасшылығына және бөлінген көшбасшылық дейді. Енді мектеп көшбасшылығы жаңа біз айтып кеттік, мектеп әкімшілігі, коучинг топтар, зерттеуші топтар, мектеп тренерлері, мектеп тәлімгерлері, мектеп мұғалімдері, мектеп оқушылары қандай жұмыстар жүргізуге болады. Яғни олар қажеттіліктеріне байланысты өздері жұмыстар жүргізеді. Мысалы ата кетсе, мысалы ретінде мына жерде қарастырып кеткен тиімді жоспарлау, критериалды бағалау, сабақты зерттеу, іс-әрекеттегі зерттеу, сабақты талдау, табысты идеялар жобасын, семинарлар, коучингтер, сессиялар, ықшам сабақтар, тәжірибелер, оқу сабақтары, сосын жерде жаңағы конференциялар деген сияқтар мысалы үшін ұйымдастыру арқылы мына аталып кеткен топтардың жұмыстарын көруге болады. Осы топтар жұмыстанған кезеңде, яғни олар өздерінің әрбір жұмыс процестерін көрсетіп отыру керек. Ал оқыту мен оқу тәжірибесіне өзгеріс енгізуге қолдау көрсетуге кімдер тартылады десек, бастан белгілі оған ата-ана, сырт мектептер, жас ұлан ұйымы, жергілікті ұйымдар, яғни қатысып, солармен бірлескен жұмыстар жүргізу керек. Мысалы үшін атайын кететін болсақ, мысалы міне қарастырып кеттік, яғни мектептегі басқарудың тиімді тәсілі, мектеп көшбасшылық, бөлінген көшбасшылық, кәсіби және әлеуметтік серіктестік жетілдіру, желілі қоғамдастық тәжірибесі деген тақырыптарда мәселелерде мысалы семинарлар ұйымдастыру, конференциялар ұйымдастыру, дөңгелек стол ұйымдастыру деген сияқты жұмыстар жүргізу арқылы мысалы осылардың іс тәжірибесіне сүйену, осылардың іс тәжірибе осы аталған жаңағы мысалы жақсы мектептердің іс тәжірибелерін енгізу деген сияқты мәселелерді қарастырып ұжыммен бірге талдай отыру керек. Ал енді табысты мектеп қоғамдастығының мектеп тәжірибесіндегі негізгі 3 талап бар. Яғни ол бірінші ортақ ұстаным мен құндылық қалыптастыру, екінші мектеп көшбасшылығы мен оны басқару туралы білім мен түсінік алу керекпіз, және үшінші әлеуметтік дағдылармен адамдармен қарым-қатынас жасау. Яғни стратегиялық көшбасшылық және басқаруды келген кезеңде міне қарап отырсаңыздар, әртүрлі міне шаралар қарастырылған. Сол шараларды қарастыру барысында мына құндылықтар жүйесі қалыптасады. Міне қараңыздар, яғни қолдау көрсету, мектеп мәдениеті, өзгерістерден хабар алу, бірлесіп жұмыс жасау, үздіксіз білім алу, тиімді оқыту мен оқу, сенім, адалдық, құрмет, жауаптылық деген. Яғни міне осындай бірлескен жұмыстың нәтижесінде осындай іс-шараларды ұйымдастыруға болады. Мысалы оқырман клубы, сабақты зерттеу, мысалы тәрбие және оқу орынбасарлары, зерттеуші топтары, мысалы үшін қандай кемшіліктер, қателіктер жатады, соны жаңағы ұжымда талдап, соған жаңағы талдау жұмыстарын, зерттеу жұмыстарын жүргізу керек. Жас мамандарға бағыт-бағдар беру керек. Тәрбиелік әртүрлі ұйымдастырылған іс-шаралар бар. Міне мына жерде мысалдар келтіріп кеткен. Келесі бізде жас мамандармен қалай жұмыс жүргізуге болады. Яғни жас мамандарға платформасын, мысалы үшін январь медиациясы, новый медиа және смартфонмен оқу және Cinema City деген арнайы медиация орталықтары құрып, солармен жұмыстануға болады. Оның ішінде мысалы сіздерге мысал ретінде новый медианы өтейік. Новый медиа бұл мұғалімдермен мақсаты, мұғалімдер мен оқушылардың әлеуметтік медиа ресурстары пайдалану құзыреттілігін арттыру, коммуникация дағдыларын дамыту, ал міндеті пайдалы біліммен бөлісетін орта қалыптастыру, семинар негіздерімен оқушыларды таныстыру, сөйлеу мәнері мен жазу мәнерін қалыптастыруда. Орындалу жолдары бұл радио жаңалықтар тарату, әлеуметтік желі парақшаларын жүргізу, арнайы репортаждар әзірлеу, медиа фестивальдар ұйымдастыру. Ал келесі біздерде бар, бұл яғни смартфонды электронды оқу құралы ретінде пайдалану. Міне қазіргі таңдарда біздер қашықтықтан білім беру жүйесіне көштік. Яғни бұл деген негізінде мақсат өздеріңізге белгілі. Білімге қай уақытта да шектеу қойылмайды, білімді қандай жағдайда алуға болады деген сөз. Соның ішінде бұл мақсаты негізі қазіргі қоғамның талап сұраныстарына сәйкес оқушылардың терең білімді игеру мен ақпаратты сауатты ашуға жағдай тудыру, сандық технологиялардың барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып өз бетінше білім алуға дағдыландыру. Ал міндеті сандық технологиялардың жаңа мүмкіндіктер жайында түсінік беру, онлайн оқуға дағдыландыру, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру. Орындалу жолдарында әлеуметтік желі парақшаларын да жүргізу, онлайн видео сабақтар, вебинарлар өткізу, смартфонға электрон тапсырмалар жүктеу. Ал күтілетін нәтиже
бұл оқушы өз қызметіне талдау жасайды, өзіне баға береді, жаңалыққа ұмтылады, гаджеттердің мүмкіндіктерін өз мүддесіне қарай тиімді пайдаланады, ақпараттық сауаттылығы қалыптасады. Міне бүгінгі дәрісте, құрметті студенттер, қарастырылған сұрақтар бойынша, яғни жаңа модельдегі жаңа мектеп қандай болу керек, жаңа модельдегі мысалы идеалды мұғалім қалай болу керек, жаңа оқушы қандай болу керек, міне сол жөнінде, олармен қалай бірлесіп жұмыс жасау керек, оларды қалай басқара алу керек, басқара алу үшін адамда қандай негізгі құндылықтарға сүйену керек, және не себепті үздіксіз білім алу керек, соның барлығы бүгінгі дәрісте қарастырылып өтті. Келесі біз практикалық семинар сабағымызда әрі қарай жалғасын таппақ, яғни онда сіздер әдебиеттермен жұмыстана отырып, қосымша ақпараттарды ала отырып, талдау жұмыстарына қатысасыздар, өздеріңіздің ойларыңызды, өздеріңіздің ұсыныс пікірлеріңізді білдіресіздер, және стресс тапсырмалары бойынша осы әдебиеттермен жұмыстана отырып, бүгінгі қарастырылған сұрақтардың негіздері жауап іздейсіздер. Және алдыңғы қатарлы келе жатқан мектеп, жалпы орта білім беретін мектептердің білім беру жүйесіне, яғни негізге ала отырып, осылардың тиімді, сіздерге өздеріңізге ұнаған жақтарын қарастырып, және оны болашақта өз іс тәжірибелеріңізге қолдануға бола ма, қолдану мүмкіндігі қандай, тиімділігі неде деген сұрақтарды қарастырып келесіздер. Осыменен бүгінгі біздің дәрісіміз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.